Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең бір жерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Шығыста қар жауады. 30 қыркүйекке арналған ауа райы болжамы. Қазгидромет РМК мамандарының болжауынша 30 қыркүйек күні еліміз бойынша тұман түсіп жел күшейеді. Оңтүстік батыста, оңтүстікте шаңды дауыл, шығыста көктайғақ болады деп хабарлайды Zakon.kz. Синоптиктердің болжамынша солтүстік антициклонның әсерінен елдің солтүстігінде, оңтүстігінде жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Қазгидромет РМК атмосфералық фронталды әсерінен Қазақстан Республикасының батысында жаңбыр, солтүстік батысында және де оңтүстік шығысында шаңды дауыл болады. Шығысында қар жауады. Республика бойынша тұман түсіп, жел күшейеді. Оңтүстік батыста, оңтүстікте шаңды дауыл, шығыста көктайғақ болады. Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстарының басым бөлігінде төтенше өрт қаупі сақталады. Астана қаласы көшпелі бұлтты жауын-шашынсыз, солтүстік шығыста жел соғады, түнде күші 2-7, күндізі 5-10 метр секундке дейін болады. Ауаның температурасы түнде -6, -8, күндізі +3, +5 градус болады. Алматы қаласы көшпелі бұлтты жауын-шашынсыз, ауаның температурасы түнде 8-10 градус, күндізі 15-17 градус жылы болады. Шымкент қаласында көшпелі бұлтты жауын-шашынсыз, шығыста жел соғады, күші 8-10 метр секундке дейін болады. Ауаның температурасы түнде +8, +10, күндізі +23, +25 градус болады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып сау саламатты болыңыздар.